Бүгінгі тақырып көлдер мен мұздықтар, көлдердің қалыптасу ерекшеліктері мен таралуы. Бүгінгі тақырыптың глоссарийі, яғни көл дегеніміз жер бетіндегі сумен толтырылған ойыс. Көлдер баяу ағатын немесе тоқтап қалған болуы мүмкін. Теңіз және мұхитпен тікелей байланыс жоқ. Мұздықтар атмосфералық жолмен пайда болған мұздардың табиғи жинақталуы. Жабынды мұздықтар дегеніміз қоңыржай белдеулерге дейін жеткен соңғы мұз басу дәуірінен бері сақталып қалған мұз қалқандары. Тау мұздықтары тауларда орналасқан жер беті мұздары. Олардың түрлері жер бедері пішіндеріне, ал қозғалысы беткейдің ең кішілігіне байланысты. Тау мұздықтары 3 топқа бөлінеді. Шың мұздықтары, беткей мұздықтары, аңғар мұздықтары. Қазір мына тақырыпты өту барысында тағы толықтай тоқталамыз бұл терминдерге. Енді бүгінгі тақырыптың бірінші бөлімі көлдер. Дүниежүзілік мұхитпен тікелей байланысы жоқ, табиғи қазан шұңқырда ойыста орналасқан су айдынын көл деп атайды. Яғни теңізден басты айырмашылығы көлдің, оның мұхитпен тікелей байланысы жоқ. Жалпы алғанда көлдер құрлық ауданының 2% ғана алып жатыр. Бірақ көлдер құрлықта біркелкі таралмаған, өйткені аумақтағы көлдердің санына климат пен жер бедерінің сипаты тікелей әсер етеді. Мысалы, климаты ылғалды, ойыстар мен қазан шұңқырлар көп кездесетін аумақтарда көлділік деңгейі жоғары болады. Көлдер шығу тегін мен қалыптасуына байланысты 5 топқа бөлінеді. Ол тектоникалық көлдер, мұздық көлдер, мұздық тектоникалық көлдер, қалдық көлдер, жанартаулық көлдер. Есте сақтаймыз. Тектоникалық, мұздық, мұздық тектоникалық, қалдық және жанартаулық. Осылардың әрқайсысына қазір жеке-жеке тоқталайық. Бірінші тектоникалық көлдерден бастайық. Тектоникалық көлдер жер қыртысының қатты майысып төмен түскен бөліктерінде және терең опырмалы жарықтар бойында орналасады. Жер шарындағы ең терең көл Байкал көлі шығу тегі жағынан осы тектоникалық көл болып табылады. Яғни Байкалды көріп тұрсыздар. Байкал терең осындай тектоникалық жарықта орналасқан екен. Мына картадан көріп тұрғаныңыздай Шығыс Сібірдің оңтүстік бөлігінде орналасқан әлемдегі ең терең көл, бір жағынан ол тектоникалық көл болып табылады. Терең тектоникалық жарық, яғни грабен, соның бойында орналасқандықтан Байкал, Танганьика сияқты терең көлдерді рифтілік көлдер деп те атайды. Танганьика Африканың осы шығыс тұсында орналасқан, есте сақтаймыз. Танганьикада, Танзаниядағы. Бұл да жаңағы тектоникалық көл немесе Байкал екеуін рифтілік көлдер деп те атайды. Евразия көлдерінің арасында ең үлкен көл, жалпы әлемдегі ең үлкен көл бұл Каспий теңізі, ең терең көл Байкал көлі, ең тұзды көл Өлі теңіз, поляр шеңберінен солтүстікке қарай орналасқан ең ірі көл Таймыр көлі бар. Мына Таймыр. Мына қарап отырсаңыз Ресейдің осы тұсында орналасқан, үлкейтіп көрсетілген бейнесі, міне Таймыр көлі. Таймыр көлі бұл поляр шеңберінен солтүстікке қарай орналасқан ең ірі көл. Финляндияны бейнелі түрде 1000 көлдер ел деп атағанымен, мұнда көл саны 1000-нан да көп. Финляндия, білесіздер, міне осы тұста орналасқан мемлекет, Европаның, осы солтүстігінде орналасқан осы мемлекет. Финляндияны 1000 көлдер ел деп атағанымен, мұнда көл саны одан да көп. Жалпы саны шамамен 87 000-дай көл бар екен Финляндияда. Әлемдегі ең терең көл болып саналатын Байкал көлінде шамамен 23 000 куб километр су жинақталған. Бұл Азов теңізінің суымен салыстырғанда 95 есе көп. Яғни тұщы судың ең үлкен, былайша айтқанда, резервуары осы Байкалда 23 000 куб километр су жинақталған, тұщы су.
Орталық Азияда орнын ауыстырып отыратын көлдер де бар. Олардың ерекшелігі тарихи кезеңде орнын алмастырып отыру. Олардың ішіндегі әйгілісі Лабнор көлі. Көлдің орны мен пішінінің өзгеріп тұруын ғалымдар оған келіп құятын Тарим мен Канчедария өзендерінің бағыттарының жиі ауысуымен түсіндіреді екен. Яғни шамамен осы Қытайдың Синьцзянь ұйғыр автономиялық республикасының осы бөлігінде орналасқан мынау Лабнор көлі. Бұл көлдің ерекшелігі бұл көлдің жаңағы орнынан ауысып жаңағы көшіп тұруында. Яғни көшіп тұратын, орнын ауыстырып тұратын жылжымалы көлдер де бар екен. Лабнор көлі. Міне сондай көл, ерекшелігі сода. Балқаш көліне өте сирек кездесетін құбылыс, ол бір бөлігінің, яғни батыс бөлігінің тұщы, ал шығысының ащы болуы тән. Енді батыс бөлігіне өзен суларының әлдеқайда көп құятындығымен түсіндіріледі. Мысалы, мына Балқаш, білесіздер, Қазақстанның оңтүстік шығыс бөлігінде Жетісу жерінде орналасқан. Яғни осы көлдің мына батыс бөлігі, мен қазір стрелкамен көрсетіп жатқан бөлігі тұщы болады екен да, яғни тұзы аз. Бұнда құятын өзендердің көптігімен, өзен суының молдығымен түсіндіріледі. Ал шығыс бөлігі керісінше өте тұзды, ащы болады екен. Бұл да ерекше көл. Бір бөлігі тұзды, бір бөлігі ащы, бір бөлігі тұщы, яғни тұзы аз болып келеді. Танзания мемлекетінің аумағында Африканың ең әйгілі 3 көлі орналасқан екен. Бұл Виктория, Танганьика, Ньяса. Танганьиканы жоғарыдан көрсеткем. Міне мына Виктория көлі. Мынау Танганьика, ал мынау Ньяса. Үшеуі де осы Танзания мемлекетте орналасқан екен. Міне Виктория, Танганьика және Ньяса. Осы 3 көл, Африканың әйгілі 3 көлдері. Қырғызстандағы ыстық көл, Қазақстан жеріндегі Марқа көл, мына картадан көріп тұрсыздар, және Зайсан оның жанындағы, мен стрелкамен көрсетіп тұрмын. Бұл және Шығыс Африкадағы жаңағы аталып кеткен көлдер шығу тегі жағынан тектоникалық көлдер болып табылады. Келесі көлдердің түрі бұл мұздық тектоникалық көлдер. Олар төрттік мұз басулар барысында мұздықтар тереңдетіп өңдеген тектоникалық қазан шұңқырларда орналасады. Солтүстік Америкадағы Оло көлдер және Феноскандия көлдері осындай көлдер қатарына жатады. Яғни Солтүстік Америкадағы Оло көлдер деп отқанымыз міне мына көлдер. Міне ақш пен Канаданың шекарасында орналасқан, міне осы шығыс бөлігінде орналасқан осы көлдерді Оло көлдер деп атайды. Және Феноскандия деп отқанымыз ол мынау Норвегия, Швеция және Финляндияның территориясын алып жатқан осы жерді Феноскандия деп атайды. Міне осы Феноскандиядағы көлдер және Солтүстік Америкадағы мынау Оло көлдер осы мұздық тектоникалық көлдерге жатады екен. Осы Оло көлдерде дүние жүзіндегі тұщы су қорының шамамен 20% шоғырланған екен. Жоғарғы көл ауданы жөнінен жер шарындағы тұщы көлдердің ең ірісі. Міне Верхняя дейді, Оло көлдердің ең ірісі Верхняя, яғни жоғарғы көл. Бұл есте сақтаймыз, әлемдегі тұщы көлдердің ішіндегі ең ірісі. Шатастырмаймыз. Каспий теңізі бұл жалпы ең ірі жаңағы көлге жатады ауданы жағынан. Бірақ Каспий теңізінің суы ащы болып келеді, тұзды болып келеді. Ал мынау жоғарғы көл, бұның суы тұщы, яғни тұзы аз. Сондықтан да тұщы көлдердің ішіндегі ең ірісі әлемдегі бұл жоғарғы көл болып табылады. Оло көлдердің жалпы ауданы Италия аумағымен бірдей екен. Яғни мына Оло көлдердің барлығын аумағын қосатын болсаңыз, Италия мемлекетімен бірдей екен. Антария көлінің солтүстіктегі Канадалық жағалауында әйгілі өнеркәсіптік қалалар тізбегі орналасқан. Оларды алтын таға деп атайды. Ірі қалалары Торонто, Гамильтон, Кабург. Міне Антарияның айналасында осы алтын таға қалалар орналасқан екен. Оло көлдер маңындағы ең алып қала ақштың Чикаго қаласы болып табылады. Бұл Мичиган көлінің оңтүстік жағалауында орналасқан.
Бұл қаланың іргетасы 1806 жылы қаланған. Халқының саны жөнінен ақш-та Нью-Йорк пен Лос-Анджелестен кейінгі 3-ші орын алатын бұл қалада қазіргі кезде 3 миллионнан астам халық тұрады. Міне мынау Мичиган болса, Мичиган көлі, соның оңтүстігінде Чикаго қаласы орналасқан екен. Яғни ақш-тағы халқының саны жөнінен 3-ші орын алатын қала, ірі қала, 3 миллионнан астам тұрғыны тұратын. Ұлы көлдердің жоғарғы көлден басқасының атаулары үнді тіліндегі атаулар. Мысалға, Антария көлінің атауы қазақшаға аударғанда тамаша су деген мағынаны береді екен. Мұздық көлдер мұздың қазу және сырғу әрекеті нәтижесінде қалыптасқан қазан шұңқырларда болып жатыр. Мұздық көлдерге Альпі мен Кавказда, басқа да таулы аудандарда таралған көлдер жатады. Олардың ауданы көбіне шағын болып келеді екен. Келесі көлдің түрі бұл қалдық көлдер, яғни бір кездегі аса ірі теңіз алабының орнында қалған көлдерді қалдық көлдер деп атайды. Олардың қатарында дүниежүзіндегі ең үлкен көл Каспий теңізі жатады. Арал теңізінде жатқызуға болады. Яғни кезінде олар бір үлкен бір теңіздің немесе мұхиттың түбі болған. Кейін жер көтерілгеннен кейін олар қалып қойған, сондықтан оларды қалдық көлдер деп атайды. Африкадағы Чад көлі де шығу тегі жағынан қалдық көл болып табылады. Міне Чадтың орналасуын көріп тұрсыздар. Бұл да Африкадағы. Бұл да Каспий секілді, Каспий мен Арал секілді қалдық көлге жатады. Сонымен қатар көлдер ағынды, яғни өзен ағып шығатын көл, және ағынсыз көлдер. Өзендер келіп құймағанымен ағып шықпайды. Ағынсыз болуы мүмкін. Ағынды көлдердің суы негізінен тұщы болады, ал ағынсыз тұйық көлдердің суы көбінесе ащы болып келеді. Өлі теңіз ұзындығы 80 километр, ауданы 940 квадрат километр болатын тұзды көл. Ол 2 қазан шұңқырдан тұрады. Оңтүстік бөлігінің тереңдігі бірнеше метр ғана болса, мұнда калий тұзы өндіріледі, ал солтүстік қазан шұңқырдың тереңдігі 403 метрге дейін жетеді. Бұл жер шарындағы теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан жер. Міне картадан көріп тұрсыздар. Мынау оңтүстік батыс Азияның осы бөлігінде орналасқан. Жерорта теңіздің осы жағалауында. Міне осы нүкте ірілендіріп берілген. Міне өлі теңізіміз осы тұста. Яғни бұл жерді не үшін есте сақтау керекпіз? Бұл бір жағынан өлі теңіздің орналасқан, яғни әлемдегі ең тұзды көлдің орналасқан жері, екінші жағынан бұл әлемдегі ең төмен жер, құрлықтағы ең төмен жер. Бұл жердің төмендігі теңіз деңгейінен 403 метр төменде орналасқан. Теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан территория осы жерде. Міне суреттерде өлі теңіздегі тұз кристалдары берілген. Өлі теңіздің әрбір литр суында 332 грамм тұз бар, яғни тұздылық 322 промиллеге жетеді. Егер бұл көл кеуіп кететін болса, оның орнында қалыңдығы 21 метр тұз қабаты қалар еді. Ғалымдар өлі теңіздегі еріген тұз мөлшері 44 миллиард тонна шамасында екенін айтады. Өлі теңіздің минералды тұздары мен саз балшықтары қазіргі кезде емдік мақсатта кеңінен пайдаланылады. Көлдер суындағы тұздылық көрсеткіші 14-тен 300 грамм литрге, яғни 300 промиллеге дейін жетеді. Тұздылығы өте жоғары көлдер қатарына ақш жеріндегі үлкен тұзды көл және оңтүстік батыс Азияда жаңа біз көрсетіп кеткен өлі теңіз жатады. Мына үлкен тұзды көл көріп отырсыздар. Мына ақштың осы бөлігінде, шығыс бөлігінде орналасқан мынау үлкен тұзды көл. Көл суының толығуы өз дәрежесінде тұрақты жүріп отырмаса, көлдер тартылып біртіндеп батпаққа айналады. Енді тақырыбымыздың келесі бөлімі мұздықтар. Мұздықтар қазіргі кезде құрлық ауданының шамамен 11%-ға жуығын алып жатыр екен. Яғни көлдерге қарағанда әлдеқайда үлкен. Көлдер жаңа айттық, 2% алып жатыр құрлықтың. Ал мұздықтар 11%-ға жуығын алып жатыр. Құрлық аумағының 15 миллион квадрат километрге жуығы мұздықтармен жабылған. Мұздық деп әдетте қатты күйде түсетін жауын шашынның жинақталып біртіндеп өзгерілуінен
құрлықта түзілетін көп жылдық мұз қабатын атайды. Яғни бұндағы жауын қатты күйде деп отқанымыз бұл көбіне қар. Осы қардың жинақталу біртіндеп өзгеруінен түзілетін көп жылдық мұз қабаты. Мұздықтар жауған қардың жентектеліп, мұз массасы фирнге, оның ауырлық күшіне байланысты тығыздалып, глетчерге, яғни мұздықтың мұзы айналуынан түзіледі. Бұл күрделі үдеріс. Әдетте бірнеше ондаған жылдарға, ал Антарктиданың орталық бөлігінде тіпті 1000 жылға дейін созылады екен. Алдарыңызда айсберг осы Антарктидадан бөлініп шыққан, ал мынау тау аңғарлық мұздықтар. Мұздықтардың қалыптасуына ең алдымен климат әсер етеді, яғни температура төмен, жауын-шашын мөлшері көбірек болған сайын мұздықтардың түзілу мүмкіндігі артады. Поляр маңы аудандарында жауын-шашын өте аз болғанымен, температура жыл бойы төмен болғандықтан, осы ылғалдың өзі буланып кететіндей жағдай жоқ. Ал жыл бойы жоғары температуралар басым болатын төмен кеңістіктерде мұздықтар өте биік тау бастарында ғана қалыптасады, 4000-6000 метр биіктікте. Тіпті Африканың өзінде де тау мұздықтары кездеседі. Құрлық мұздықтарын жамылғы мұздықтар және тау мұздықтар деп екіге бөледі. Жамылғы мұздықтар деп отқанымыз Антарктида мен Гренландияны және арктикалық аралдарды жауып жатқан тұтас мұз жамылғысы. Тау мұздықтары жамылғы мұздықпен салыстырғанда пішіндерінің көлемі әртүрлі болуымен ерекшеленеді. Олар тау төбелерінде, беткейлерде және аңғарларда орналасады. Яғни тау мұздықтарының өзі 3-ке бөлінеді екен. Тау төбелеріндегі мұздықтар, беткейлердегі мұздықтар және аңғарлардағы мұздықтар. Ең көп таралғаны бұл аңғарлық мұздықтар. Олардан тау өзендері бастау алады. Мысалға мынау жаңа суретте көрсеттік қой, осы бұл тау аңғарлық мұздық. Аңғардың бұл түрі трог, неміс тілінен аударғанда астау деген. Мағынаны білдіреді, яғни трог деп аталады. Аңғарлық мұздықтар кейде тарамдалып, ағаш тәрізді пішінге ие болады. Мұндай тау мұздықтары өте ұзын болады. Аляскадағы Хаббард мұздығының ұзындығы 145 километрге жетеді екен. Хаббард мұздығы, міне Алясканың осы тұсында орналасқан кеңесте сақтаймыз. Бұл мұздықтың ұзындығы 145 километрге жетеді екен. Ылғалды ауа массаларының жолында жатқан тау жоталарында таудың ішкі аудандарына қарағанда мұздықтар күшті дамыған. Тау басындағы мұздықтар қар сызығынан жоғары биіктікте орналасады. Яғни қар сызығы дегеніміз жыл бойы қардың ерімей сақталатын биіктігі. Мысалы, мына суреттен қарасаңыздар, мен қазір стрелкамен сіздерге қар сызығын көрсетіп жатырмын. Яғни қар сызығы дегеніміз қардың ерімей сақталатын шекарасы. Қазақстан тауларындағы қар сызығы климат континенттігіне байланысты солтүстікте төмендеу, оңтүстікте жоғары болады. Мысалға, Тянь-Шань тауларындағы қар сызығының орташа биіктігі 3800 метр, Алтайда 2600 метр, Сауыр тауларында 3300 метр биіктікке сәйкес келеді екен. Мұздықтар жылжып, қазу арқылы төсеніш қабаттың сипатын өзгертеді, тау жыныстарын тасымалдайды. Жер бедерін өзгертіп, айрықша мұздық жер бедер пішіндерін қалыптастырады. Мұздықтың тасымалдаған жыныстарын жалпы атпен марена деп атайды екен. Мареналық үйінділерді тау мұздықтары етектерінен жиі кездестіруге болады. Мысалы, мына суреттен қарап тұрсаңыздар, міне мынау тау жыныстары үйіліп қалған. Бұл марена деп аталады. Сонымен тақырыбымызды қорытындылай келе айтарымыз мұздықтар жайлы. Мұздықтар жалпы дүниежүзілік ылғал айналымында маңызды рөл атқарады. Мұздықтардың түзілуіне климат жағдайлары басты орын алса, керісінше мұз жамылғысы, яғни альбедо құбылысы көмегімен ауа температурасын төмендетеді. Мұздықтың үстіндегі ауаның құрамында ылғал мен шаң тозаң өте аз болады. Сол себепті жылу сіңірілмейді. Мұздықтар ауданының өзгеруі гидросфераның ғана емес, бүкіл географиялық қабықты қамтитын кері өзгерістерге алып келуі мүмкін. Мысалға, қазіргі таңда Антарктида мұздарының еруі үлкен климаттық өзгерістерге алып келуде.